Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет қыстың күні рахаттанып жейтін лечо салатын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай әрі тез дайындалады, дәмі керемет. Бізге ең алдымен пияз қажет. Пиязымызды өте майда етіп, видеода көрсетілгендей турап аласыздар. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Ол рецептпен 6 литр шығады. Барлығын осылай турап алдық. Енді бізге қызыл және де жасыл болгарскийлер қажет. Тек қана қызылмен жасасаңыздар да болады. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей турап аласыздар, немесе бүтіндей де өзіңіз қалаған формада тура берсеңіздер болады. Мен жегенге ыңғайлығы осылай турап алдым, бірнеше бөлшектерге бөліп. Және де помидорды осылай мясорубкадан өткізіп алдым. Өте әдемі болып шықты. Помидорымыз дайын. Енді қазанға құйып, бір қайнағаннан кейін астын пәсетіп 30 минут қайнататын боламыз. Біздің помидорымыз дайын болғанша табамызды қыздырып, май құятын боламыз. Майымыз қызғаннан кейін пиязымызды салып, осылай видеода көрсетілгендей барлығын араластырып, сарғайғанша жақсылап қуыратын боламыз. Содан соң болгарскийлерімізді салып, барлығын жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Осылай жай ғана 1-2 рет араластырып, 3-4 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Осылай бетін жауып, қуырып алдым. Енді бізге чеснок қажет. 5-6 штук чеснокты осылай өткізіп алатын боламыз. Немесе өте майда етіп турасаңыздар болады. Және де мен петрушка қостым. Укроп, петрушка қосу өз еркілеріңізде. Өте әдемі көрінеді, дәмі де ерекше болып шығады. Біздің помидорымыз қайнады, болгарскиіміз де дайын. Осылай маймен жылтырап, өте әдемі болып шықты қуырылып. Енді барлығын бір ыдысқа салатын боламыз. Барлығын бір рет жақсылап араластырып, осылай видеода көрсетілгендей араластырып аласыздар. Қазанның қақпағын жауып, бір қайнататын боламыз. Осылай қайнап шықты. Енді дәміне қарай дәмдеуіштерін қосатын боламыз. Мен тұз қостым. Және де құмшекер өте дәмді болып шығады. Барлығын тура рецептпен жазсаңыздар. Енді чесногымызды петрушкамызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Осылай біркелкі араластырып аламыз. Бір ас қасық уксус қостым. Тағы да бір араластырып, енді 10-15 минут қазанның қақпағын жауып, баяу отта қайнататын боласыздар. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Егер сіздер әші болған қаласаңыздар, кішкене әші бұрыш қоссаңыздар болады. Енді қазанымыз қайнағанша мен банкамызды парлап, қақпағымызды қайнатып алдым.
Біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай, тез дайындалады. Дәмі керемет болып шықты. Қыстың күні тағамдармен немесе өзін ғана жесеңіздер болады. Енді парлап алған банкімізге осылай құйып жабатын боламыз. Банкамызды міндетті түрде атылып кетпеу үшін жақсылап парлап алатын боламыз қақпағымен. Осымен біздің салатымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, басқа да рецептер көрсеңіздер болады. Өте пайдалы, оңай рецептер бар. Біздің салатымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.